Атырау облысы Махамбет ауданында орын алған қайғылы оқиғаға қатысты күдікті күйеу баласы Сұлтан Сәрсемәлиевтің анасы тың деректерді бөлісті. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы хабарлайды. Соңғы рет желтоқсанның 21 күні ұлымнан 45 мың теңге түсті. Келінге ұялы телефон алып беру үшін 1 миллион теңгені несиеге алдыртып еді, дейді күдіктінің анасы. Гүлнар Әзмұханова баласымен соңғы рет қашан хабарласқанын айтты. 11 желтоқсан күні хабарластым. Атыраудамын деді. Бір айтқанын түсінбей, нақтылап сұрадым. Сол кезде видео қоңырауға шықты. Балалардың суретін көрсетіп, "Міне, балаларың аман, өзің қалайсың? Ақбаян қалай?" деп сұрадым. "Жақсымын, уайымдама. Тағы хабарласамын" деді. Содан кейін байланыс үзілді. Шетелге кетемін деп ештеңе айтпаған. Тек қалаға апарып емдетіп алып келемін деген, деді Гүлнар Әзмұханова, КТК арнасының тілшісі Жанат Молдашеваға берген сұхбатында. Қадірлі көрермендер, бұл ақпаратты оқығанда ең алдымен ана жүрегінің күйзелісі сезіледі. Күдікті деп танылған адамның анасы үшін де бұл жағдай оңай емес екені анық. Ол өз баласының айтқанына сеніп, келінін емдетуге апарып жүр деген сөзге күмән келтірмеген. Ана ретінде баласының амандығын, немерелерінің жағдайын сұрап, видео қоңырау арқылы көргені де кез келген ата-анаға тән әрекет. Бұндай сәттерде адамның шындықты білмей, соңына дейін үмітпен жүргенін түсінуге болады. Бұл оқиға тағы да бір нәрсені көрсетіп отыр. Кейде жақын адамдардың өзі бір-бірінің өмірінде не болып жатқанын толық білмеуі мүмкін. Тергеу бәрін өз орнына қояды, ал қазір ең бастысы эмоцияға ерік бермей, әр мәліметке байыппен қарау. Бұнда бір ғана отбасының емес, бірнеше әулеттің тағдыры тұр. Сондықтан қоғам ретінде айыптауға асықпай, ресми қорытындыны күтіп, ең алдымен зардап шеккен балалардың, жақындардың жағдайына түсіністікпен қарау маңызды деп ойлаймын.